Ассалаумағалейкум баршаңызға, сіздер Миконти Official YouTube арнасыздар. Official YouTube арнасы. Ассалаумағалейкум құрметті достар, YouTube арнамыға тіркеліп, шишең Бензема. Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздер Миконти Official YouTube арнасындасыздар. Ендеше видеоны өткізбей соңына дейін тыңдаңыз. Подписка, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Бүгінгі таңда бізде Дикий Данияр Дарабоз, Садыр Найман және де Алпамыс окей бойға шығайын деп жатыр. Сол туралы кішігірім 5-10 минуттық әңгімені айтып беретін болам. Ендеше Дикий Данияр Дарабоз дан бастайық. Дикий Данияр Дарабоз салмағы неше? Салмағы 100 килодан ары қарай. Бірінші бойында Дикий Данияр Дарабоз Мапоқты жеңгенін баршаңыз білесіздер. Бірақ тағын ол рингта шаршап қалды. Бірақ шаршап қалса да, ол мен шаршап қалған жоқпын, оны ұруға аядым, әйтпесе бышын шығаратын едім дегендей ойларын айтып жатыр. Екінші, бізде Алпамыс окей, баршамыз танимыз, TikTok әлемінде 860 мың подписчиктен асып 1 миллион жету жолында жүр. Екеуі де кәсіпқой спортшы емес. Осы айдың аяғында Алла қаласа пресс-конференциясы және де бойлары болады. Екеуінің дайындықтары қалай? Дайындықтарын көріп тұрғандарыңыздай, Дикий Данияр Дарабоз да өзінің отжиманиясын жасап, осындай дайындықтарын пысықтауда, және де Алпамыс бауырымыз тоже залға барып, өзінің күнде тренировкасын жасауда. Және де кішігірім кім жеңеді, кім ұту мүмкін деген анализға келетін болсақ, бұл жерде екеуінің біреуі 100% жеңеді деп айта алмаймыз. Өйткені қарап тұрсаңыз, Дикий Данияр Дарабоз дым дайындалмай жүрген секілді. Ал Алпамысқа келетін болсақ, ол күніге залға барып тренировкасын жасап жүр. Кеттік. Кім жеңеді, кім жеңбейді, кішігірім сравнение жасап кетейік. Біріншіден, Алпамыстың дыхалкасы көпке шыдайды. Екінші, Дикий Данияр Дарабоздың дыхалкасы кішкене шыдай алмау мүмкін. Үшіншіден, Дикий Данияр Дарабоздың соққысы Алпамыс бауырымызға қарағанда 2-3 есеге көп. Алпамыс бұл бойда Дикий Данияр Дарабоздың соққысын жағының нүктелі точкаларына жіберіп алып, соққы алып қалудан абай болуы қажет. Алпамыс рингте әрқашан движениеде болып, соққы беріп қашып ұрып жүрсе, бұл бойды жеңе алады деген ойдамыз. Бірақ Алпамыс бойды досрочно аяқтайды деп, мен өзім аналитикім бойынша досрочно аяқтал. Бұл бой Алпамыс досрочно аяқтай алмайды. Ал Дикий Данияр Дарабоздың егер бір соққысы қасқағым сәтте Алпамыс бауырымызға тиіп кететін болса, онда мүмкін бұл бой мерзімнен бұрын аяқталып қалуы мүмкін. Сондықтан да Алпамыс бауырымыз кішігірім движениелер жасап, рингта оны тоқтатпай шаршатып, Алпамыс тоқтамай шаршатып, анау шаршап бейтіп қалған кезде Алпамыс соққыларын жаудыра беру керек. Сол моментте Алпамыс бауырымыз бойды уақытына бұрын жеңуге үлкен шансы бар. Және де бұл бой айдың аяғында болады. Дикий Данияр Дарабоз немесе Алпамыс, сіздің ойларыңыз қалай? Мысалы, Алпамыс жеңеді немесе Дикий Данияр Дарабоз жеңеді? Міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Және де Алпамыстың бойға шыққанда, және де Алпамыс әлі бойға шықпаған бірінші бойы. Ал Дарабоз екінші бойға шығайын деп отыр. Сондықтан да мен нау жеңеді деп айта алмаймын, өкінішке орай. 50-50. Бірақ егер Дикий Данияр Дарабоздың дыхалкасы шыдамайтын болса, Алпамыс Дарабозды ұтып қояды. Менің мнением сол. Сіздің ойыңыз қандай? Міндетті түрде комментарийға жазыңыз. Міндетті түрде достар, сосын лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет. Келесі жолыққанша аман болыңыздар. Көз мұң жағын қолыңдағы үмітіндей үзіліпті.